Сәлем қадырданлар, бұл Жайхун жойбары. Бүгінгі сан бізді көріп отырған көпшілік инсанлардың назарынан шетте қалмайды деп үміт етеміз. Себебі біз бүгін қарақалпақлардың милли тағамлары һәм оның тарихына жүзленеміз. Экран алдына қолайырақ жайласып алың. Олай болса біз бастаймыз. Қарақалпақ халқының асханасы бұл тек қана тағамлар яки аухат емес. Ал тарих, мәдениет һәм халықтың тұрмыс тәрізі есептелінеді. Har bir тағамның артында әулеттен әулетқа білім, минет һәм тұрмыс тәжірибелері өткен. Өтміштегі экологиялық жағдай, көшпелі тұрмыс тәрізі һәм үрп-әдетлер бүгінгі аухатлардың түріне тикар салған. Біз болса бүгін сізбенен милли тағамларымыздың тарих тамырларына саяхат етеміз. Бұл сапар дауамында сіздерге тек қана мазалы тағамлар хақында ғана емес, ал олардың рухи һәм мәдени қадір хақында да айтып өтпекшіміз. Таяр болсаңыз, біз саяхатты баслаймыз. Қарақалпақ милли тағамлары бұл тарихи мирастың ажыралмас бөлігі. Олар тек қана қарынды тойдырмайды, ал халықтың тұрмыс тәрізін, дүнияға көзқарасын һәм табиғатқа қатынасын да көрсетеді. Қарақалпақлар арал бойы, Әмудария атрапларында жасаған дәуірлерден ақ су һәм құрғақлық неметлерін өзара үйлестіріп аухат даярлаған. Балық, қой көші, мал көші, сүт өнімлері, дән һәм күріш бұл халықтың асханаларында тикарға орын иелеген. Тарихта қарақалпақлар көшпелі һәм ярым көшпелі тұрмыс кешіргенлігі себеплі азық аухатты ұзақ мүддет сақлау, қолайлы таярлау һәм тасуға бейімлескен. Мәселен, торақ, қазы, кептірілген көш заманауи консервалардан еш те кем емес. Сол арқалы халық табиғи жағдайға бейімлескен һәм тұрмыста керекті білімлерді дәстүр арқалы сақлап қалған. Милли тағамлар жәмиетлік қатынасқыларда да ахметлі орын тұтқан. Мейман келгенде стол толы етіп дастұрхан жаю, тойларда арнаулы тағамлар даярлау бұл қадіретлардың бір бөлігі есептелінеді. Аухат бұл жерде мұхаббат һәм құрметтің белгісі. Күртік, қуырдақ, сорпа, har бірі белгілі бір рухи жүкті де алып жүреді. Қызығы Қарақалпақ асханасында түрки халқылар, қазақтар, қырғызлар, өзбеклер һәм хаттегі тәжіклер асханасы менен ұқсаслықлары жүді көп. Беспармақты қазақтар да таярлайды, бірақ оның таярлану ұзылы һәм айрым өнімлері парқ қылады. Ал қарақалпақлар арасында бұл күртік деп аталып, har бір районның өзінің ұзылы һәм дәмі бар. Милли тағамлар тілсіз тарих, әулеттен әулетқа өтеді, бірақ har дәуірде жаңаша тарифленеді. Сол дәуірге сәйкес өзгерістер қосылады. Олар арқалы біз өздігімізді, мәдениетімізді, отанға болған мұхаббатымызды аңлаймыз. Бүгінгі күнде бұл тамақлар тек қана үйлерде емес, ал хаттегі милли кафе һәм байрамларда да қадірленбекте. Бұны халықтың мәдени қайта туылуы һәм тарихы яды спатында қарауымыз мүмкін. Har bir халықтың асханасы оның табиғаты, климаты һәм тұрмыс тәрізіменен тығыз байланысқан. Қарақалпақлар тарихтан мәлім болғанындай, Арал һәм Әмудария атрапларында жасаған дәуірлерден бастап олардың аухатлары да сол орталыққа сәйкес бола бастаған. Яғни балық, қой һәм мал көші, сүт, құрғақ дән өнімлері милли тағамлардың тикарға негізін құраған. Жергілікті шариатта жетілдірілген күріш, бидай һәм палыз өнімлері де дастұрханымызды безеп келген. Сондай-ақ міне осы ингредиентлерден тарихта қаншадан-қанша мазалы һәм өзіне тән тағамлар пайда бола бастаған. Біз енді олардың қайсы бірі қай жерден келіп шыққанын һәм қай жерде сақланып қалғанлығын біргелікте үйренеміз. Қарақалпақ халқының аухатлану мәдениеті табиғатқа бейімлескен тұрмыстың әжайып үлгісі. Har бір тағам артында орталыққа сай өнім, тұрмыс талабы һәм дәстүр жатады. Мәселен, қой көші, қойшылықпенен шұғыланатын халқылар үшін тикарға азықлық болып табылады. Этнографиялық мағлұматларға қарағанда, қарақалпақлар үшін қой көші тек қана аухат емес, ал байрам һәм қонақшылықтың белгісі есептелінген. Қазіргі уақытта келіп адамлар көбірек мал, баспақ көшінен көбірек аухатлар таярлайтығынын көреміз.
Жоғарыда келтіріп өткеніміздей, әлбетте бұл дәуірлер өтіп адамлардың да таңлауы һәм бейімлесуіне байланысты деп айта аламыз. Сүт өнімдері, әсіресе торақ, айран, қаймақ, шалап, көшпелі тұрмыс үшін қолайлы һәм ұзақ уақыт сақлауға жәрдем беретін тағамлар еді. Торақты жолда алып жүру мүмкін болған, ол сүйекті бекемдеуде де ахметлі орын иелеген. Күріш шекарынан Хожелі, Қоңырат сияқты Әмудария бойы районларында көп жетілістірілген. Оннан сорпа, палау, күрішлі қайнатпалар тәйярланған. Палау болса Қарақалпақ ұсылында дұзы сәл кемірек, көш көбірек һәм әсіресе тауық палаулары да кең тарқалған. Қарақалпақ милли тағамлары арасында мәшәба, қатықлы сорпа, құйрықлы қуырма, яғни шыж, көшлі қуырдақ, балықлы тағамлар да айрықша орын тұтады. Мәселен, күртік тарихи жақтан бүткіл түрки халықларда да бар, бірақ Қарақалпақша тәйярлануында қамшыда асылған көште пісірілуі, көш қамырменен тең салмақлылығы һәм арнаулы соус, яғни дұзлық арқалы айырмашылыққа ие болады. Сондай-ақ қуырдақ, қой ямаса мал көші, пияз һәм көк шөплерден тайырланады. Айрым аймақларда оған асқабақ, помидор һәм басқа да палыз өнімлері қосылуы мүмкін. Қуырдақ асығыс қонақ үшін тез тайырланатұғын, бірақ дәмі ұзақ уақыт есіңізде қалатұғын тағам болған. Ескі дәуірлерден Қарақалпақша қуырдақтың рецепті төмендегіше болған. Оған қой ямаса мал көші. Әдетте бұған қабырға бөлегі таңланған. Пияз, помидор, май һәм және басқа да палыз өнімлері қосылған. Дәслеп көшті турап, жоғары отта қуырып, кейін пияз, помидор һәм басқа да өнімлер қосылады. Ұзақ қайнатылмайды, тағам майда пісіріледі һәм табиғи дәмі сақлап қалынады. Қарақалпақларда балықлы тағамларда үлкен әхметке ие. Мысалы, балық қуырдақ, балық сорпа, Арал һәм Әмудария жағаларында жасаушылар үшін күнделіклі ауқат есапланған. Бұл тағамларда да тикарға принцип өнімнің ең табиғи халында сақлап, мазасын ашу. Жергілікті асханалардағы айрықша қатынас өнімлерді ысырап етпей, барлығынан пайдалану болып есапланады. Мысалы, қойдың ішкі органларынан қазы қуырдақ, басын суда қайнатып, гелле, терісінен болса һәм дәстүри һәм әмели бұйымлар таярлап келінген. Бұл ингредиентлер һәм тағамлар тек қана қарын тойдырып қоймастан, милли мақтаныш, дәстүр һәм жәмиетлік үйлесімлілікті де сақлап қалады. Бүгін біз бұл әйемгі білімлерді, рецептлерді сақлап келер екенбіз, әлбетте бұл өз кезегінде заманауи дүнияға да бейпаруа болмауды, дәуірлер дауысын ұйғынластыруды талап етеді. Миллионлаған инсанлардың ядында хәмеше милли тағамлар айрықша орын иелейді. Яғни Қарақалпақ асханасындағы һәр бір белгілі тағам бұл тек қана мазалы ауқат емес, ал тарих, дәстүр һәм орталықтың ұлымалық көрінісі болып табылады. Арал теңізі, Әмудария, құрғақ климат, бұлардың барлығы тағамлардың қалыптасуына тәсір еткен. Күртік, сорпа, қуырдақ және де жуер күртік сияқты тағамлардың әр қайсысы халықтың тұрмысынан, минеті һәм мүтәжілігінің тикарында пайда болған. Біз болса бүгін осы белгілі тағамлардың келіп шығуы, таярлану ұсылы һәм рухи қадірияты хақында сөз етпектеміз. Сол арқалы халқымыздың қандай жүректен ауқат даярлайтұғынын және де дастұрханда қалай ітібар беретұғынын білуіміз мүмкін. Қарақалпақ халқында ауқат бархулла қадіриятлары орайында болған. Атап айтқанда күртік тек қана мазалы емес, ал милли өзліктің белгісі болған тағам. Оның аты айрым жерлерде бес бармақ деп те жүртіледі. Һәм бұл бес бармақ менен желінетұғын ауқат деген мәністі аңлатады. Әдетте ол дастұрханда қолыменен желінеді. Күртік әдетте байрамлар, тойлар, қадірлі қонақлар үшін таярланған. Қазақстан һәм Қырғызстанда да міне осындай тағам бар, бірақ Қарақалпақша нұсқасында көбірек көш, әсіресе қабырға һәм төс бөлеклері. Кейде тауық көші де қолданылады. Азырақ угра һәм азырақ пияз соусынан пайдаланылады. Сорпа, қуырдақ, жуер күртік һәммесі халық тұрмысы менен тығыз байланысқан. Жуер күртік жуері ұнынан таярланатығын әйемгі тағам болып, тойымлы һәм жеңіл сіңеді. Ол айрымлар тарапынан қаймақ ямаса қатық бененде араластырып пайдаланылған. Балалар һәм ғарылар үшін ол ең мақұл ауқат есапланған. Және де Қарақалпақ тағам мәдениетін Арал теңізісіз толық түсіну мүмкін емес.
Әсірлер давамында бұл теңіз халық үшін тек қана су дерегі емес, ал азық ауқат һәм тіршілік көзі болған. Аралда ұсталған балықлардан әр түрлі тағамлар таярланған. Сорпа, қуырдақ, сондай-ақ ысланған балықлар міне осы қатарда. Солардың арасында қарма айрықша әһемиетке ие болған. Қарма бұл жаңа ұсталған һәм тұзлы суда пісірілген балықлы ауқат болып, оны таярлауда сабыр, тәжірибе һәм жергілікті орталықты сезіну керек. Апай етіп айтқанда бұл тағамды пуда ямаса аз суда көбінесе тұзлы һәм өзіне тән қоспалар менен пісірілген. Кейін ала оған қамыр қосылады һәм жақсылап араластырылады. Әдетте балық сүйеклері абайлап алып тасланады. Оның дәмі өзгеше һәм айрықша болған. Қарма әсіресе суық күнлерде минеттен қайтқан адам үшін жылылық бағышлайды деп тән алынған. Сондай-ақ оны көбінесе өз уақытында ұсыланған жаңа сазан һәм сом ямаса шортан балықтан таярлаған. Қарма көбінесе қыста мұзда балық аулағанлар ұшында қолайлы ауқат есепланған. Балық бөлеклерге бөлініп, көкөніс һәм пияз бенен төмен температурада қайнатып таярланады. Оның дәмі өзіне тән, басқа да ингредиенттер болса, демленген балықтың дәмін және деп айтады. Қарақалпақларда ауқатлану тек қана тамақты тойдыру емес, ал бірлік, құрмет һәм қадіриетларды аңлатады. Дастарханға отырғанда бисмилля айтылса, ауқаттан кейін Алла рызқысын берді деп шүкірлік етіледі. Кішілер үлкенлерге қызмет еткен. Бұл болса тек қана ауқатлану емес, ал инсан тәрбиясы, құрмет һәм мәдениеттің бір бөлегі екенлігін көрсетеді. Милли тағамларымыз тек қана күнделікті ауқатлану емес, ал байрам һәмде мәресімлердің де ажыралмас бөлегі болып келген. Қарақалпақларда әр бір жоғалту, әр бір қуаныш, хәтте әр бір маусымның өз ауқаты, дастарханы бар. Той палауы, бауырсақ, қуырдақ, ижан, сорпа және де майсөк һәм ақсаулақ сияқты тағамлар, бұлардың баршасы үрп әдетлер менен байланысқан мұхаддес тағамлар есептелінеді. Яғни бұндай ауқатлар тек қана қарынды тойдырмайды, ал жүректі толтырады, айымғы дәстүрлерді де еске түсіреді. Біздің дастарханымыздағы әр бір ауқат бұл тарих, естелік демектір. Бүгін міне сондай үрп-әдеттерге бағышланған милли тағамлар хақында сөз етер екенбіз. Әлбетте бұлардың әр бірі бізге өткен дәуірлерден бет ашып көрсетеді. Қарақалпақларда той тұрмыстағы ең ұлы, кеңінен белгіленетұғын мәресімлердің бірі болып есепланған һәм бұл тойлардың орайында әлбетте ауқатлар тұрады. Әр бір аймақта той дастарханы әрқилы, бірақ ең көп тарқалғаны бұл той палауы. Бұл палаудың таярлауда тек қана аспаз емес, ал бүткіл мәхәлле инсанлар қатнасқан. Үлкен қазанда бірнеше килограмм күріш, көш, өнімлер һәм май қосып пісіріледі. Оны піскеннен соң үлкен табақларға салғанда ол тек қана ауқат емес, ал мейманға болған хүрмет нышаны болады. Сондай-ақ тек тойларда емес, ал мейман келгенде де дастарханға қойылатұғын тек арғы тағамлардан бірі бауырсақ һәм шелпек. Ескі дәуірлерде адамлар қайсыдыр үйге мейманға баруды қалесе, алдын ала хабардар етіп қою, бұл тек қана сол үй емес, ал өзлеріне де хүрмет белгісі есепланған. Себебі үй иелері таярлық көруі, милли мазалы ауқатларынан мейманларды ләззетлендіру үшін таярлану зәрур деп ойлаған. Қазы әсірлер дауымында той дастарханларында әлбетте болуы керек болған тағам. Ат көшінен таярланған бұл қымбат бағалы өнім Қазақстан һәм басқа да Түркия халықларда да ұшырасады. Бірақ қарақалпақ қазысы өзгеше таярлану ұсылына ие. Жас жақсы балған аттың көші алынып, оған қосымшалар, бұрыш, дос һәмде кейде чеснок пенен араластырылады. Табиғи шекке салынып, бірнеше күні кептірілуі ямаса дәру пісіріп желінуі мүмкін. Көпшілік қазір біле бермейтұғын су себер тағамы хақында да тоқталғымыз келеді. Бұл ескі дәстүрге ие, әдетте көшу, үй түтеп баслау, жаңа өмірді баслау сияқты ахметлі күнлерде таярланатұғын ауқат. Оған су қосылғанда пар келіп, суықлық кеткей һәм тәшвишлер жуылып кетсін деген мәніде пісірілген. Бұл ауқатта жәмәт болып таярланады. Ортасында текарға көшлі ауқат, шет
бетлеріне болса har xilы қосымшалар жайластырылады. Қыста әсіресе наурыз қарсаңында таярланатығын гөже тағамы да әселден байрам дастұрханында болып келген. Ол мазалы гөш, күріш, дәнлі өнімлер емаса бидай қосылып бірнеше саат дауымында пәс отта қайнатып таярланады. Оның тек арғы вазипасы организмді қуатменен толтыру, ысту һәм қонақты қанатландыру. Қарақалпақларда байрамларда торақ һәм қатық өнімлері де жүдә қадірлі. Торақ ысыда кептіріліп, ұзақ сақланатығын қатықтан таярланған тағам. Ол тек қана аухат ретінде емес, ал сауға ретінде де берілген. Сондай қарақалпақларда торақ har xilы меуілерменен де араластырып таярланған. Торақ бұл халықтың жарлылықта да, байлықта да аухаттан уаз кешпегенлігін аңлататығын белгі. Міне ұсындай байрам, той һәм маресім тағамлар ішінде қонақ аухаты мейман үшін арнаулы таярланатығын тағам айрықша орын иелеген. Мейманға гөшсіз аухат беру үлкен ұят деп есапланған. Сондықтан хәтте ауыр жағдайларда да халық гөш таярлап, қордақ емаса күртік пісірген. Маресімлерде дастұрхан дүзілуі де ахметке ие болған. Әлбетте шай, нан, меуе, кептірілген меуелер, татлы затларда дастұрханды безеген. Хаяллар дастұрханды толтырып келген мейманлардан, жас үлкенлерден пәтия алу үшін қызмет етеді. Әдетте тойдан соң һәм азадан кейін де өз алдына аухат пісіру дәстүрлері бар. Халықлар дослығы спатында айту мүмкін, бұл дәстүрлер өзбеклер, қазақлар, Түркменстан шекарасындағы түркменлер менен де жүдә ұқсас, бірақ әрбір халық өз дәмін, өз ұсылын сақлап қалған. Қарақалпақ дастұрханындағы тағамлар да сондай өзіне тән қайталанбас һәм жүректен таярланған. Заман өзгерді. Тағамлар да, дәмлер де замана көйлесті. Бірақ милли тағамларымыз өз қадіриятларын сақлап қалды. Бүгін олар тек қана шаңырақларда емес, ал ресторанларда, YouTube блогларда және де халықаралық фестивалларда да таярланбақта. Бұлар тек қана аухат емес, ал өзлікті қайта ашу болып есапланады. Қарақалпақ дастұрханы бүгін өткен дәуір һәмде ертеңгі мәдениеттің арасын байланыстырушы көпір болып қалмақта. Қарақалпақ тағамлары заман менен бірге өзгеріп, бірақ мазмұнын жоғалтпаған. Кеше ғана байрам һәм тойларда ғана таярланатығын тағамлар енді күнделіклі тұрмысқа қайтпақта. Интернетте, әсіресе социалық тармақларда милли тағамлар бойынша видеолар, блоглар, аспаслар, бетлер көбеймекте. TikTok һәм YouTube'да жуер күртік, ақсаулақ, қарма сияқлы тағамлар таярлау процесслері жастар тарапынан мақтанышпенен көрсетіліп атырғаны бұның дәлелі. Қонслас түрки халықлардағы сияқлы бізде де милли тағамларды ресторан һәм кафе форматларында бейімлестіру процесі кетпекте. Нөкіз, Мойнақ, Тахияташ, Шымбай һәм басқа да айрым районларда аухатлану ханаларындағы милли тағамлар менюлер тізіміне кіргізілгенін көруіміз мүмкін. Бұл өз кезегінде аймаққа келіп атырған туристерге де жергілікті мәдениеттен хабар беруде ахметлі орын тұтады. Айрым үйлерді ескі рецептлер қайтадан жазып алынбақта. Кемпір апа һәм аналарымыз білетұғын ұсынлар жастар тарапынан саналастырылмақта. Аухат кітапларына айланбақта. Хәтте сырт елдегі қарақалпақлар да өз дастұрханлары арқалы өзлігін сақлап келмекте. Қызығы сонда милли тағамларымыз тек қана әйемгі емес, ал жүдә тойымлы һәм экологиялық таза. Мәселен, жуері, ямаса, торақ сияқлы өнімлер бүгінгі wellness һәм slow food принциплеріне жүдә сай келеді. Қарақалпақ тағам мәдениеті бұл тек қана тарих емес, ал келешек ұшында дерек болып табылады. Аухат таярлау барысындағы үрп-әдетлер, мәселен, дастұрхан атрапында үлкенлерді күту, бісміллә менен баслау, аухаттан кейін шүкіршілік ету, пәтия қылу, барлығы рухи һәм мәнәуи қадіриятлардан дерек береді. Милли тағамларды сақлау бүгін біз үшін тек қана дәстүрді еске түсіру емес, бұл тарихты, шаңырақлық орталықты, халықтың жүрегін сақлау дегені. Әрбір тағам бұл бір қысса, бір әулеттің ізі. Сол себеплі оны хөрмет ету, таярлау һәм басқаларға да үйрету әрбір инсанның вазипасы болса әжеп емес. Қарақалпақ тағамлары бұл тек қана ләззетлі емес, ал мақтануға тұрарлық мәдениет. Видео сізге ұнаған болса, біз бұнан әлбетте қуаншылымыз. Осының менен бүгінгі санымызды жұмақлаймыз һәм кейінгі санларда көріскенше дейміз.
Егер видео сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, һәм әлбетте достарыңызға да жіберіп қойың. Біз сіз үшін ізленудеміз. Жайхунның білім суына сүңгуге таяр болсаңыз, бізді бақылап барың. Көріскенше.